Питбуль американдық рэп орындаушысы және музыкалық продюсер. Өзінің музыкалық мансабында 11 альбом жарыққа шығарып, 50-ден астам бейнебаян түсіріп, 10-ға жуық хит әндердің авторы бола білді. Бүгін оқырмандардың сұранысы бойынша талантты рэпердің өмірі және шығармашылығы туралы қызықты ақпараттар беретін боламыз. Бұл Хамид Official YouTube арнасы. Каналға жазылып, лайк басып, қазақша осындай ақпараттарға қолдау көрсетіңіздер достар. Питбуль шын есімі Армандо Кристиан Перес Акоста. 1981 жылы 15 қаңтарда Американың Флорида штаты Майами қаласында туылған. Оның әке-шешесі кубалық. Жастайынан музыкаға қызыққан Армандо 3 жасында ақындардың өлеңін жатқа білетін болған. Мектеп оқып жүргенде поп музыкаға қызығушылығы артып, әртүрлі әншілердің шығармашылығын тыңдап шығады. Ал Селия Круз және Уилли Чириноның әндері оған шабыт беріп, нәтижесінде музыкаға толықтай көңіл бөледі. Армандоның ата-анасы жас кезінде ажырасып кеткендіктен анасының қолында тәрбиеленеді. Ол оңтүстік Майами орта мектебінде оқыды және Майами Корал Парк орта мектебін бітіріп, рэп жанрымен толыққанды айналысуға кіріседі. Сол уақытта әкесінің жолын қуған жігіт есірткі саудасымен айналысқан сәтте анасы біліп қойып, үйінен қуып жібереді. Армандо сол қиын сәтте Джорджия қаласындағы өкіл ата-анасының үйінде тұрады. Әнші бір сұхбатында өкіл ата-анасына шексіз алғыс білдіретіндігін айтқан. Себебі сол кісілер Армандоның музыкамен айналысуына қолдау көрсеткен. Осылайша 2000 жылы рэпер алғашқы тректерін шығара бастайды. Алайда ол ақ нәсілді көк көзді кубалық болғандығы үшін аздап қарсылықтарға да тап болады. Сол уақытта инженер мамандығын оқыса да, рэп айтуды тастамайды. Ол музыкаға берілгені соншалық ерекше стильде жаңа туындылар шығарумен басы қата бастады. Оның бір досы, сен рэп оқығанда Питбуль итке ұқсайсың деп мақтау айтады. Себебі Питбуль ешқашан жеңілмейтін, соңына дейін күресетін иттің пародасы. Сонымен қатар рэпердің туып өскен қаласы Майамиде Питбуль итін асырауға рұқсат етілмейді. Сондықтан Армандо музыкадағы лақап атын Питбуль деп өзгертеді. Яғни Майамидегі жалғыз Питбуль мен деген мақсатта. 2001 жылы Питбуль музыкалық продюсер Лютер Кэмпбеллдің Люк Рекордс компаниясында жұмыс істей бастайды. Уақыт өте осы компанияда жұмыс істейтін әріптесі Диас Бразерс арқылы Famous Artist Music Management жетекшісі Роберт Фернандеспен танысады. Фернандес Питбульдағы құлшынысты көреді және оған қолдау көрсете бастайды. Сол уақытта Питбульдің әндерінде сөз өте көп болды. Ал мұны Фернандес тез арада түзетіп, аз рэп шумақтарын тартымды музыка жасай бастайды. Фернандес Питбульді атақты рэп орындаушысы Лил Джонмен таныстырады. Лил Джон оның рэп оқу мәнеріне қызығушылық танытады және өзінің альбомына бірге дуэт жазуға ұсыныс тастайды. 2002 жылы Питбульдің Ойе трегі Форсаж киносының 2-ші бөліміне саундтрек ретінде алынды. 2004 жылы рэпердің Майами деп аталатын алғашқы ән жинағы жарыққа шығады. Лил Джон мен Диас Бразерс продюсерлік еткен альбомда жалпы 16 трек болып, ішінде Фат Джоя, Лил Джон және Шон Пол секілді танымал рэп жұлдыздармен дуэттер жарыққа шығады. Альбом Billboard чартында 14-ші орынды иеленеді. Сол сәтте рэперге 50 Cent және Eminemнің концерттік турларына қатысуға ұсыныс түседі. Бір жылдан кейін осы альбомның ремикс нұсқасын жарыққа шығарып, ішінде Daddy Yankee және Ivy Queenмен жаңа дуэттер шығады. Уақыт өте әнші TVT Records компаниясына өткен сәтте бұрынғы Slip and Slide лейблында жарыққа шығу керек болған Қош келдің 305 ән жинағы үшін әншіні сотқа береді. Альбом 2001 жылы жазылғанмен TVT Records компаниясы рұқсатсыз жарыққа шығарып жатыр деп 9 миллион айыппұл салуды сұрайды. Майами соты Slip and Slide лейблі альбомды шығаруға заңды құқығы бар деп шешті, өйткені Питбуль бұл жинақты TVT Recordsқа қосылмай тұрып жазған. Алайда альбом сол күйі жарыққа шықпай қалып кетеді. 2005 жылы Питбуль рэпер P. Diddy жетекшілік ететін Bad Boy компаниясымен келісімшарт жасап, жаңа музыкалар шығара бастайды. Ол бастапқыда латын хип-хоп, латын соул, латино поп жанрында тректер шығара бастайды. 2006 жылы Terror Squad рэп тобының және DJ Khaled'дің альбомдарына жаңа синглдармен көріне бастайды. 2006 жылдың мамыр айында әншінің әкесі өмірден озады. Бұл музыкантқа ауыр тиеді және әкесіне арнап El Mariel альбомын жарыққа шығарады.
Ән жинақтың ішінде көңілді әндер болғанмен, Эль Мариэль трегі саясат тақырыбын қозғады. 2007 жылы әнші өзін телевидение саласында сынап көріп жеке бағдарламасын жүргізді. 2007 жылдың қараша айында әншінің 3-ші альбомы жарыққа шығады. Жинақтағы бірнеше әндер тыңдарманға ұнайды. Бұл жолы рэпер Дон Омар, Твиста, Лил Джон, Джейсон Деруло секілді танымал әншілермен дуэт орындайды. Сол жылы әнші мас күйінде көлік айдаған үшін қамауға алынады және $1000 айыппұл төлеуге мәжбүр болады. 2009 жылы TVT Records банкрот болған сәтте әнші Ultra Records компаниясына ауысып, Revolution деп аталатын 4-ші ән жинағын тыңдармандарға ұсынады. Альбомдағы I Know You Want Me, яғни Калле Оча әні әлем бойынша хитке айналып, Питбульдің тез танылуына ықпал етті. Естеріңізде болса, бұл тректі алғаш рет DVD арқылы немесе Motorola Nokia 6300 телефондармен тыңдап өстік. Талай вечерлердің көркі болған музыка ет шіркін айтпақшы, осы әннің бейнебаяны 2009 жылы ең көп қаралым жинаған. Әннің өзі халықаралық музыкалық чаттарда бірнеше рет көш бастап тұрады. Альбомдағы Эконмен орындаған Shut It Down трегі, Hotel Room Service, Crazy әндері ел арасында тез таралып хит дәрежесіне көтерілді. Сол сәттен бастап рэпер танымал әншілермен дуэт жаза бастайды және концерттік турлармен көптеген елдерді аралайды. Сол концерттердің бірінде сахнаға бір жігіт атылып шығып, әншінің бетінен бір уыс ақшамен салып қалады. Питбуль оған жауап ретінде ол жігітке бір соққы береді және әнін жалғастырып айта береді. Уақыт өте рэпер, музыкант T-Pain және Джимми Баффеттің ұсынысымен Майами Долфинс футболдық клубына арнап ән шығарады. Ал 2009 жылдың қараша айында Майами әкімдігі әншіге қаланың символдық кілтін салтанатты түрде табыстайды. Сол жылы рэпер өзінің Mr. 305 лейблін құрады. Айтпақшы, 305 нөмірі Майами қаласының коды. 2010 жылы Питбуль Гайтидегі қайырымдылық акциясына қатысып, Samos El Mundo әнін орындайды. Сол жылы Armando деп аталатын 5-ші альбомын жарыққа шығарады. Ән жинақ испан тілінде болса да, Billboard чаттарына бірден 7 номинацияны иеленеді. Әрмен қарай әнші Энрике Иглесиаспен бірге I Like It әнін бірге шығарады. Сәтті шыққан әуен хит дәрежесіне көтеріліп, сол жылдың үздік латын американдық әні номинациясын иеленді. Ал Питбульдің өзі ең танымал әнші ретінде телехит номинациясын жеңіп алды. Айтпақшы, бұл альбомда әншінің әкесіне арналып Armando деп қойылған. Сол жылы Питбуль, рэпер Дрейк, әнші Рианна және Трей Сонгспен бірге So Kodok жарнамасына түседі. Сонымен қатар Доктор Пейпер, Воли водка ішімдігін және Bud Light сырасын жарнамалайды. 2011 жылы Дженнифер Лопестің Махаббат деп аталатын ән жинағында Питбуль 2 әнді дуэт болып орындайды. Бірінші ән сәтсіз болғанмен, On the Floor әні тағы да әлемдік хиттердің қатарына қосылады. 2011 жылдың жаз айында рэпер өзінің Planet Beat деп аталатын 6-шы ән жинағын шығарады. Бұл жолда жинақтағы бірнеше әндер әлемдік хит музыкаларының тізімінен бір-ақ шығады. Атап айтқанда Марк Энтонимен бірге орындаған Rain Over Me әні, Крис Браунмен орындаған International Love әні, Неомен орындаған Give Me Everything және T-Painмен орындаған Hey Baby әндері түнгі клубтар мен демалыс орындарында және би алаңдарында жиі қойылады. Айтпақшы, Марк Энтонимен бірге орындаған Rain Over Me әні YouTube платформасында миллиард қаралым жинап үлгерді. 2012 жылдың қараша айында рэпер 7-ші альбомын жарыққа шығарады. Бұл жолда әнші Шакира, Дженнифер Лопес, Крис Браун, Афроджак, Ашер, Энрике Иглесиаспен бірге 10-ға жуық хит әндерді тыңдармандарға ұсынды. Альбомдағы Back in Time әні Люди в черном киносының 3-ші бөліміне саундтрек болады. 2013 жылы рэпер өзінің жаңа бір әуенінде американдық музыкант, рэп орындаушы Лил Уэйнді жамандап айтып өтеді. Себебі Лил Уэйн Майами баскетбол клубы туралы жаман пікірлер айтқан. Уақыт өте әнші Кешамен бірге концерттік турларға шығады. Сол жылы Epic деп аталатын мультфильмдегі Буффо образына дауыс басады. Сонымен қатар әнші өзінің брендтік иіс суларын жарыққа шығарады. Және әнші Кешамен бірге Timber әнін тыңдарманға ұсынады. Бұл әуенде хитке айналып YouTube платформасында миллиард қаралым жинады. Питбуль сонымен қатар Приянка Чопра, Дженнифер Лопес, Джейсон Деруло, Флорида секілді танымал әншілермен жаңа дуэттер шығарады. Ол шығарған әндер сәтті шығып, музыкантты жаңа белестерге жетелейді. 2014 жыл әлемдік футбол чемпионатының ашылуына арнап, Дженнифер Лопеспен бірге Біз біргеміз әнін жарыққа шығарады.
Сол жылы Голливуд аллеясында әншінің есімі жазылып, ерекше құрмет көрсетіледі. Көп ұзамай музыканттың 8-ші альбомының да тұсауы кесіліп, тыңдармандарға ұсынылды. Альбом Шон Паул, Крис Браун, Нео секілді әншілермен дуэттер бар. Жинақтағы бірнеше әндер мультфильмдерге саундтрек ретінде алынды. 2015 жылы испан тілінде әншінің 9-шы альбомы Дали атауымен ресми түрде жарыққа шығады. Осы альбом арқасында Питбуль Грэмми марапатына ие болды. Сонымен қатар Империя сериалында эпизодтық рөл сомдайды. 2015 жылдың мамыр айында рэпер Sirius XM радиосын ашады. Радиода хип-хоп жанрындағы музыкалар шырқалып тұрады. 2016 жылы Флориданың туризм департаменті Питбульмен келісім шартқа отырғысы келеді. Әнші ұсынысты қабылдап Флоридада өзінің жаңа әніне бейнебаян түсіреді. Алайда бұл жоба туризм департаментіне мүлдем ұнамайды. 2017 жылы рэпердің Climate Change деп аталатын 10-шы альбомы жарыққа шығады. Алайда ән жинақ бұрынғы альбомдар секілді сәтті бола алмайды. 2018 жылдың 16 маусымында Питбуль Хорхе Гемоспен бірге Кодекс Готте фильміне арналған өзінің алғашқы толық метражды саундтрегін шығарады. 2019 жылы үндістандық әнші Гуру Ранхаваймен бірге дуэт жасады. Осы әннің бейнебаяны YouTube платформасында бір тәулікте 38 миллион қаралым жинайды. Сол жылы әншінің Libertad 548 деген атаумен 11-ші ән жинағы жарық көреді. Өкінішке орай бұл альбомда тыңдарман арасында қатты таныла қоймайды. 2020 жылы әнші Super Bowl жарнамасында Дженнифер Лопес, DJ Khaled секілді танымал әншілермен бірге түседі. 2020 жылы пандемия жағдайына байланысты әнші Life X Live платформасымен серіктес болып, сахна артындағы жұмыстар, концерттің өту барысы туралы ақпараттар беріп өтеді және COVID-19 дертінен зардап шеккендерге қолдау көрсету мақсатында жеңетінімізге сенемін атты ән шығарады. 2021 жылы әнші Игги Азалиямен бірге Американың 32 қаласына концерттік турмен өнер көрсетіп қайтады. Жеке өміріне келсек, әнші өте көп қыздармен жүрген, тіпті кейбірінің есімінде ұмытып қалған. Алайда журналистер Барбара Альба есімді қызбен 10 жыл кездескен, тіпті перзенттері бар екенін біліп қояды. Әншінің 2002 жылы туылған Destiny есімді қызы, 2003 жылы туылған Брайс есімді ұлы бар. Екі перзентінің есімін әнші қолына татуировка ретінде салып алған. Алайда Питбульдің басқа елдерінен де 6 бала шағасы бар деген ақпараттар бар. Бірақ әнші бұл туралы ешқандай мәлімет бермеген. Кейбір ақпарат көздері мексикандық модель Ольга Лоэрамен жүрген десе, кейбір әнші Нейермен де махаббат романдары бар деп айтуда. Әнші әлеуметтік желіде өте белсенді. Оның Инстаграмда 9 миллион, ал Facebook парақшасында 53 миллион жазылушы бар. Әншінің қазіргі таңдағы табыс көзі $100 миллион құрайды. Питбуль бір жылда $35 миллион табыс тапқан кездер болған. Өкінішке орай қазіргі таңда бұл көрсеткіш төмендеген. 2019 жылы Майами қаласынан өзінің жеке ресторанын ашады. Сонымен қатар Майамиде керемет дизайнмен жасалынған особнягы бар. Оның бірнеше қалаларда зәулім үйлері де болғанмен, әнші жеке өмірін құпия ұстағанын ұнатады. Әншінің гаражында Fiat 500, Jaguar, Dodge Dart, Mercedes-Benz секілді қымбат көліктер бар. Хит әндердің авторы қайырымдылық жұмыстарымен де жиі айналысып тұрады. 2017 жылы Мария дауылынан зардап шеккендерді тасымалдау үшін өзінің жеке самолетін берген. Ал пандемия уақытында жеңетінімізге сенемін әнінен түскен қаражатты ковидпен ауырып жатқандарға аударатынын айтып өткен. Қазіргі таңда Питбуль бұрынғыдай белсенді түрде жаңа хиттар шығармаса да музыкадан алыстаған жоқ. Мектеп шағымызда хит әндердің авторы алдағы уақытта жаңа өндірмен тыңдармандарын қуантпақ. Достар, Питбульдің қай әндері сіздерге қатты ұнайды? Алғаш рет қайдан тыңдадыңыз? Мен мысалы сыныптастар ұйымдастырған вечерде DVD-ден тыңдадым. Бұл бір ностальгия, керемет естелік. Өз пікірлеріңізді төмендегі комментарий бөліміне жаза кетсеңіздер болады. Видеоның астында Telegram каналымыздың сілтемесін қалдырдым. Тіркеліп жаңа видеоларды сол жерден қарасаңыздар болады. Айтпақшы, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл Хамид Official YouTube арнасы. Ақпаратты дайындаған Хамид, мәтінді оқыған Берік Сабыр. Келесі қызықты видеолар шыққанша аман сау болыңыздар.